Ұсталды. Құдайға шүкір. Ана хайуан 8-ші сынып оқушы қызды зорлаған Талғардың ИВС-нен, яғни түрмесінен қашып кеткен хайуан ұсталды. О жайлын айтайық. Шамасымен тірлік былай болған, қашқаннан кейін өз здоровый жігіт, ой 1,80 м, почти 100 килограмм салмақ, әжептәуір здоровый жігіт. Сол қашып кеткен. Қашқаннан кейін Талғардың өзенінің жағалауымен қашқан. Сол күн Талғардың солтүстік жағында дачаларда тығылған болып көрінеді. Бұл менің өзім мнением, енді құзырлы органдар оның бәрін зерттейді, тексереді, анықтайды. Сол жерде тастап кеткен адам тұрмайтын дачалар көп. Солардың біреуінде жатқан. Түнде сол шығып, мусоркадан тамақ жеп, кейін дальше әр түн, сол 3 түннің ішінде жоғары қалап, солтүстікке қарап жылжыған. Трассаның жанынан білмегендерге айтайын, Талғардың айналасы бәрі таулы местность, мынандай холмистый, горный сияқты местностьтер, орман, былайша орман сияқты нелер бар. Соны трассадан ұзақ қашпай, ориентир жоғалтпау үшін сол ормандарының ағаштарының ішімен түнде солтүстік қарап жылжу бастаған. 3 түннің ішінде күндіз бірақ тығылып жатқан. 3 күннің ішінде почти 40 шақырым Талғардан уже кетіп қалу үлгерген. Сол бір қауіпті бір адам жүр деген сигналмен полиция қызметкерлері, жергілікті местный адамдар көтеріліп, сол ағаштарды прочесывать етіп, үстіне түнде дрондарды жіберіп, анау түнде ночного видения адамды былай тепловизор бар, сомен кәдімгідей аң бар ғой, кәдімгі охота жасап қуған. Сол орманның ішінде қимылдаған адамды уже сразу дронмен сезген, сол дронмен қуалап жүріп ұстаған. Ол жайлы тағы не айтамыз, ол не үшін қамалған? Анасы, сол қылмыскердің анасы өзің немересін, яғни мынау хайуанға басқа сөз жоқ енді айтатын. Соның қарындасы болып келеді, 8-ші класстың 8-ші сыныптың оқушысы сол қызды зорлаған. Оны жазда зорлаған болып көрінеді, жазда айтуға қорған. Ана қыз сол мектеп басталғаннан кейін мұғалімдер сезген. Оларға да рахмет, үлкен рахмет. Жақсы мұғалімдер, жақсы педагогтар әлі бізде бар. Солар сезген, соны анықтап, соларға айтып берген сол қыз. Енді құдайға шүкір, бірақ бір вопрос қана бар. Ол құры тығылып неткен жоқ. ИВС-тен қашқан кезде, түрмеден қашқан кезде киімі қара болған, қара қалын спортивка болған, үстінде ұсталған кезінде уже жасыл сияқты, защитный сияқты куртка, кепка басында болған. Соны кім берген? Енді ескілеу болса, скорее всего, ұрлаған, мусоркада тауып болуы мүмкін. Болмаса, ана сол ағаш Талғардың шетіндегі бір бомждардан тартып алған болуы мүмкін. Бірақ жаңалау нормальный киім болса, оған біреу жәрдем берген. Енді бір күн, 2 күн ішінде біраз нәрсесі анықталады. Қазірше жаңалық осы. Талғарда опять неспокойно. Следственный изолятордан адам зорлауды деген күдікпен ұсталынған адам жоғалып кетті дегенде қашып кеткен ғой. Соны енді білмеймін, бұл қалай болатын шы, следственный изолятордан қалай қашуға болады? Может, это не профессионализм какой-то. Бірақ енді не нам судить, но Алматинская областьтан адам тағайындалыпты. Бұны тексеретін, енді тексеріс болады. Талғарская областьта қалай бұл қашып кеткені, қандай жағдаймен болғаны туралы осы Талғармен әңгіме бітпейді. Осы айда қатты көп әңгімелер шығып жатыр. Сонымен қатар бұл адам өз-өзін өлтірмекші болыпты. Бірнеше рет
Полиция қызметкерлері бұл адамның жанын сақтап қапты самоубийстводан. Бірақ мне кажется, бұл адамдар өз-өзін өлтіре алмайды. Бұндай қанішерлер, егерде бір адам зорлағыш, адам өлтіргіш, олар өз-өздеріне күштер жетпейді, духтар жетпейді, олар өз-өздерін етіп. Ол өз-өзін өлтіру үшін ол адамның духы болу керек, оғанда жететін. Ондай да духтар жоқ қой бұл байқұстардың. Енді осы адамды көргендеріңіз болса, білетін адамдар болса, қай жерде тұратын, кім екенін, полиция қызметкерлеріне звондаңыздар. Бұл адамды табу керек срочно. Осы видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, обязательно біреуге жіберіңіздер. Пусть на адамды бәрі көріп білсін, танысын.